Банк картаңызды бөтен біреуге жалға берсеңіз немесе сатсаңыз, алаяқтыққа көмектескен болып есептеліп, жауапқа тартылуыңыз мүмкін. Қылмыстық кодексі бойынша бұл әрекетке түрме жазасы да қарастырылған. Қазір Қазақстанда алаяқтар қарапайым халықты оңай ақша табасын деп алдап, олардың банк карталарын немесе шоттарын өз пайдаларына алып жатады. Олар халықты: карта ашып берсең, ай сайын ақша түсіп тұрады. Жай ғана картаң керек, саған ақша берем деген сияқты сөздермен сендіреді. Ал шын мәнінде сол карталар арқылы қылмыстық жолмен келген ақшаны жасырады. Басқа адамдарды алдайды. Қаржы пирамидасына қатысады. Енді не өзгерді? Қазақстанда заң бойынша бұған енді қатаң тыйым салынды. Яғни, банк картаңызды бөтен адамға жалға беру, шот арқылы басқа біреудің ақшасын аудару, не шешіп беру қылмыс деп есептеледі. Бұл үшін енді қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Нақты мысал: Айгүл деген әйелге бір танысы карта ашып берші, саған айына 20.000 теңге берем дейді. Ол сеніп картасын береді. Кейін ол карта алаяқтықпен алынған ақшаларды жасыру үшін қолданылып, Айгүл күдікті ретінде тергеуге шақырылады. Ол не болғанын түсінбей қалады, бірақ заң алдында жауап береді. Не істеу керек? Ешқашан картаңызды басқаға бермеңіз. Шотыңыз арқылы бөтен ақшаны аударуға келіспеңіз. Жеңіл табыс уәдесіне алданбаңыз. Тіпті көшеде біреу: маған мына ақша түсті, сенің картаңа шешіп берші десе, бас тартыңыз.